Мен педагог-психолог мамандығын таңдадым, себебі бұл мамандық адамдарға көмектесуге, олардың ішкі әлемін түсінуге, өміріндегі қиындықтарды жеңуге, бағыт көрсетуге мүмкіндік береді. Мен үшін бұл тек мамандық емес, бұл адамдардың өміріне оң әсерін тигізетін ізгі жол. Осы мамандықты таңдауыма үлкен ықпал еткен жан менің сүйікті ұстазым Сарқыт Құрманғалиқызы. Сарқыт Құрманғалиқызы ерекше мейірімді әрі қамқор жан. Ол әр оқушының ішкі сезімдерін түсінуге тырысып, әрдайым қолдау көрсететін. Бірде мен қиын кезеңді бастан өткеріп жүргенде, Сарқыт апай менімен сөйлесіп, менің өзіме деген сенімділігімді қайтаруға көмектесті. Оның жылы сөздері мен шынайы жанашырлығы мені қанаттандырды. Осы сәтте менде болашақта осындай адамдарға қолдау көрсететін маман болғым келетінін түсіндім. Педагог-психолог болу үлкен жауапкершілік. Бұл мамандық адамның жан дүниесіне үңіліп, оларға дұрыс бағыт көрсету, өздерін табуға көмектесу сияқты қасиетті міндеттерді қамтиды. Әсіресе қазіргі заманда балалар мен жасөспірімдер түрлі қиындықтарға тап болуда. Мен педагог-психолог ретінде осындай мәселелерді шешуге және балалардың тұлғалық дамуына үлес қосқым келеді. Сонымен қатар, педагог-психолог мамандығы маған үздіксіз даму мен білімімді жетілдіруге мүмкіндік береді. Жасанды интеллект, технологиялар сияқты заманауи құралдарды пайдаланып, балалардың өмірін жақсарту жолында жұмыс істеу менің мақсатым. Бұл технологиялар арқылы балалардың жағдайын тереңірек түсініп, оларға тиімді қолдау көрсете аламын. Сарқыт апай маған қамқорлық пен қолдаудың қандай үлкен күшке ие екенін көрсетті. Ол менің өміріме бағыт беріп, осы мамандықты таңдауға шабыттандырды. Енді мен де осындай жолды таңдап, балалардың болашағына жарық нұр сыйлауды армандаймын. Бұл менің жүрек қалауым және өмірлік мақсатым. Қорытындылай келе, педагог-психолог мамандығын таңдауым адамдардың өміріне пайда келу және қоғамда өз үлесімді қосу ниетімен жасалған шешім.